кісілер еңбек жасап жатыр деп алып кетті, бірақ бізде ешқандай жұмыс жасау рабочий ондай болған жоқ. Бізде барлығы только искусствомен, мәдениетпен байланысты проектіміз болды, соны ғана жасап жаттық. Оған ешқандай ақша алған. 그거는 위쪽 기관이 Кенченжи деген компания бар, соның арасында меморандум бар. И жаңағы меморандум бойынша ішінде ішінаралық әртүрлі проекттер болады. 기후 변화에 대한 경각심을 알리려고 그런 작품을 하고 있습니다. Қазақстан Республикасындағы 2023 жылы болған өрт жағдайларында қаза болған, жаңағы көптеген жануарлар зардабы болғаннан кейін, жаңағы біз сол жанған ағаштарды пайдалана отырып, жануарлардың суын жасаймыз. Адамдар соны көріп, осы орман өртінің қандай қауіпті екенін және жануарларға қандай зардабы үлкен екенін көрсету мақсатында. Сіздің мамандығыңыз қандай? 어떤 종류를 하셨을까요? 저는 조형예술 대학에서 졸업했고요. 현재는 한국에 있는 예원예술대 조형예술과의 겸임 교수로도 활동을 하고 있습니다. Мүсінші факультетін бітірген және қазір Корея Республикасында да сол мүсін жасау факультетінде профессор болып жұмыс істейді. жақсы. 계약이 되어 있지 않고 돈을 받은 적이 없습니다. Проектінің жақсы аяқталуына атсалысқандарыңыз үшін үлкен рахмет. Егер мүмкіндік болса, сіздерді де проектімізді көруге шақырамыз келеді. 2026 жылдың 27 наурызындағы Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің хатымен Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі көші-қон қызметі комитетіне келесі негіздер бойынша жүгінген. Комитет АФОЦО мен бірлесіп 2023 жылы Абай облысындағы Семей орманы мемлекеттік орман резерватында болған ірі орман өртінен зардап шеккен ормандарды қалпына келтіру жобасын жүзеге асыруда. Жоба аясында 2026 жылдың маусым және шілде айларында Абай облысындағы ірі орман өртіне арналған Art2Art көрмесін ұйымдастыру жоспарланған. Аталғанның негізінде көрмеге дайындық және қажетті экспонаттарды әзірлеу мақсатында ITTA Space Корея Республикасы компаниясының өкілдері 2026 жылы 12 сәуір мен 31 шілде аралығында Абай облысында және Астана қаласында болатындығын хабарлады. Хатқа сәйкес суретші, мүсінші болып табылатын Чанг Ай ITTA Space мүсін зертханасымен байланысты 7 Корея Республикасының азаматтары шақырылған. Аталған факт хаттарға тіркелген, осы азаматтарды көрсетілген визалық қолдауға құжат қабылданды деген мөрі басылған тізбекпен расталады. Сонымен қатар паспортқа сәйкес Қазақстан Республикасы мен іскерлік виза Б2 нысаны берілген. Осылайша Абай облысында қандай да бір жұмыс атқарылған жоқ, яғни әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамада көрсетілген тағылған айып өзін растауын таппады. Аталғанның негізінде Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 517 бабының 5 бөлігінде көзделген құқық бұзушылықтың құрамы жоқ болуына байланысты тоқтатылады. 우리 대사관은 카자흐스탄 사법당국이 Корея елшілігі Қазақстанның құқық қорғау және сот органдары істі заң мен құқықтық қағидаттарға сай әділ қарап жатқанына сенім білдіреді. Сонымен қатар Қазақстан мен Корея арасындағы достық және ынтымақтастық аясында шетелдегі азаматтарымызды қорғау бойынша консулдық қолдауды жалғастыра береді. Әсіресе осы сот процесі барысында соттың әділ әрі ашық түрде жұмыс жүргізуі жоғары бағалауға лайық деп санаймыз.